Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен синнабон тоқаштарының рецептінен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, ерекше дәмі бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындау үшін үлкендеу ыдысымызға жылы сүтімізді, тұзымыз бен аштығымызды саламыз. Және де ұнымыздың кішкене бөлігін салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қойып қоямыз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқа, қант және қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Әдеттегідей қажетті заттар мен оның мөлшерін осы видеоның астына жазып кететін болам. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ашытқы салынған массамыз осылай көтерілу керек. Енді осыған жұмыртқаны және майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Массамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін, електен өткізілген ұнымызды ақырындап салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысуы мүмкін. Енді бұдан артық ұн салмауға тырысыңыз, өйткені қанша жұмсақ болса тестіміз, одан кейін піскен тоқашымыз да соншалықты жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырымызды жылы жерге жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыздың көтерілгенін күтеміз. Әдемі болып көтерілген, енді осыны 4 бұрышты етіп жаюға тырысамыз, өйткені қазір бұдан біз орап рулет шығаруымыз керек. Қамырымыздың қалыңдығы 1 сантиметрде болғаны дұрыс. Енді салмасын салуға кірісеміз. Ең алдымен бөлме температурасындағы еріп тұрған сармаймызды бетіне жағып аламыз. Сармаймызды барлық шетіне жеткізіп тұрып жағып аламыз да бетіне қантымыз бен корицамызды себеміз. Мен корицаны ситоның көмегімен сеуіп шықтым. Сіздер бір ыдысқа корица мен қантты араластырып бірге сепсеңіздер де болады. Енді рулет пішінінде орап аламыз. Ораған кезде кішкене тығыздап, мықтылап орауларыңыз керек, өйткені піскен кезде оның жан-жаққа ашылып кетуі мүмкін. Шет-шетінің барлығын біріктіріп орап алғаннан кейін енді кесуге кірісеміз. Кесу үшін бізге қарапайым жіп қажет болады. Осы жіппен кесетін болсаңыздар, барлығы бірдей болып, басылмай әдемі болып кесіледі. Енді қалыбымызға пергамент қағазын төсеп, соның үстіне жайғастырамыз. Аралары тым жақын болып қалу қажет емес, өйткені бұлар пісу барысында үлкен болып піседі. Сол үшін алшақтау 2-3 см арақашықтықта орналастырып шығамыз. Және бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз қатты көтерілу керек. 180 градус қызып тұрған пешке 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз, беті қызарғанша. Бетіне жағатын кремімізді дайындаймыз. Менде 34% кілегеймен қойытылған сүтті алдым. Өз қалауларыңыз бойынша кез келген кремді қолдануға болады. Осылай әдемі болып қызарып шығады. Дайын болған тоқаштарымыздың бетіне жаңағы дайындалған кремімізді жағамыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.